Экранда көрсетілген құрықтау Америка құрама штатының Лос-Анджелес қаласында орнады. Полиция қызметкерлері қылмыскерді ұстау үшін барын салды. Себебі 21 жасар Оскар Виллис есімді азамат 750 мың ақш долларын ұрлаған. Соңында әрбір центіне дейін мүлік иесіне қайтарды. Ал дәл осындай кадр біздің Қазақстанда болды. Турасы Қостанай облысы Рудный қаласында. Бірақ онда погондылар 750 мың ақш доллары емес, бар болғаны 75 мың теңге дәл мынандай құлаққа бұрылған азаматтың артына түсті. Қызығы, қазақстандық қылмыскер құрылғыны жеке өзінің Lexus автокөлігімен алып қашқан. Оқиға соңында күдікті қылмыскер дәл мынандай кісенмен басқармаға жеткізілді. Бұл экшн жанрындағы фильм емес. Қымбат аксессуарды қолды қылған Қостанай облысы тұрғынының әрекеті. Әу баста бұл азамат құрылғыны алу үшін несие рәсімдемек болған. Алайда банк оған келісім бермеген. Содан кейін Рудный қаласының тұрғыны сатушылар көрсеткен құлақ қапты ұстап, дүкеннен қаша жөнелген. Жарты сағаттық қуғынға 4 патруль жұмылдырылды. Қаланың қақ ортасында Lexus автокөлігімен жүйткіген қылмыскердің қолығы іске аспады. Рудный қаласының Ленин көшесінің бойынан ұсталып, құлақ қабын ұстаған күйі полиция басқармасына жеткізілді. Абырой болғанда құрғын кезінде ешқандай азамат жапа шекпеді, бірақ тергеу жұмыстары басталып кетті. Ер адамның бұрында істі болғаны белгілі болды. 191 баптың санкциясы бойынша күдікті 3 жылдан 7 жылға дейінгі бас бостандығынан шектеу немесе мүлкін тәркілей отырып сол мезгілге бас бостандығынан айырылуы мүмкін.